Қыздар, мен бүгін осындай испан десерті чуррос тәттісін дайындадым. Өте керемет жасалатын қарапайым құрамды, дәмі тіл үйірер керемет тәтті. Ол үшін алдымен таза құрғақ ыдысымызға суымызды, одан соң оған тұзымызды салып, бұдан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды салып, оны отқа қоямыз. Енді осы сары майымызды осындай силиконды күрекшемен я болмаса қасықтың көмегімен араластыра отырып толық ерігенше осы отта ұстаймыз. Біздің осы сары майымыз толығымен еруі қажет. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай сары майымыз толық еріп, сумен араласты. Енді осыған дайындап қойған ұнымызды бәрін бірден саламыз. Содан соң оны тез-тез осылай силиконды күрекшемен араластырып аламыз. Тез-тез араластыру қажет. Содан соң оны біз осы ыдысымыздың шеттеріне жағылмайтындай біркелкі масса болғанша араластырамыз. Міне, бізде біркелкі қамыр шықты. Енді осы дайын болған қамырымызға жұмыртқаларымызды бір-бірден жара отырып араластырамыз. Яғни жұмыртқаның барлығын бірден қоса салуға болмайды. Тек қана бір-бірден қосамыз. Және осылай оны тез-тез араластырып отырамыз. Міне, мен соңғы жұмыртқаны салдым. Енді осыны жақсылап араластырып аламын. Сонымен біздің чурростың қамыры дайын болады. Содан соң оны осы қамырымызды кондитерлік мешокқа салып аламыз. Енді отқа майымызды қойып қайнағанша күтеміз. Кондитерлік мешоктың басына насадка кигізсеңіздер болады. Менде открытая звезда насадкасы. Ол болмаса, тек қана осындай мешоктың өзімен ғана басын кесіп алып, осылай майға салып пісіре береміз. Енді осы чурростарымызды майда әбден қызарғанша қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, менде насадкам өте үлкен болып кетті. Сондықтан да менің чурростарым өте үлкен болып шықты. Егер сізде целлофан мешокпен я болмаса кондитерлік қапшықтың өзімен ғана жасайтын болсаңыз, басын қатты кеспей, сәл ғана кессеңіздер жетеді. Міне, біздің чурростарымыз дайын болды. Қызарып, біз оны осылай сүзіп алып, бетіне қант ұнтағын септік. Ас болсын жасап көріңіздер.